Айсұлтан, мәңгілік махаббатым мөлдір жұбым боласың ба? Айсұлтанның мөлдірге деген сезімі күнделікті оттай жануда. Күн сайын Айсұлтан мөлдірдің жанынан бір минут кетпей, жүрегіндегі жақындық сезімі артып келеді. Кетіп бара жатқанда мөлдірге қарай береді, көздеріндегі махаббат оларды жұп болуға итермелей. Бүгін Айсұлтан эфир кезінде мөлдірдің жанынан кетпей, эфир аяқталған соңында екеуі романтикалық кешті бірге өткізді. Желі қолданушылары Айсұлтаннан мөлдір екеуің қашан жұп боласыңдар? Қашан ұсыныс жасайсың деп сұрады. Бұл туралы Айсұлтан әлеуметтік желідегі тікелей эфирінде жауап бермеді. Мүмкін асығыстық жасап мөлдірді жоғалтып аламын ба деп қорқады. Бұл жолы Айсұлтан абайлап мөлдірге жақындап келді. Себебі бұрынғы қарым-қатынасында сөзіне абай болмай мөлдірмен екі жаққа кеткен болатын. Осы жолы Айс баламыз мисс мөлдірге барын салып жатыр. Айстың сезімі сөзінен емес, іс-әрекетінен анық аңғарылады. Мисс байқауында олардың жанкүйерлері екі түрлі адам болды. Айсұлтан еңлікті, мөлдір Айнұрды қолдады. Яғни Айнұр фаворитіне айналды. Көпшілік Айнұрды мисс болады деп ойлады. Себебі қосылайық дәстүрі бойынша бұрынғы мисс кімді қолдаса сол қатысушы мисс болар еді. Мысалы, Гүлнәзім мен Зухра мөлдірді қолдап, мөлдір мисс атанған еді. Айдананың әділетсіздіктен жылағаны көптің есінде. Гүлнәзім мисс болу үшін Зухра жанкүйерлерінен көмек сұрады. Айнұрды мөлдір қолдады, бірақ таланттың аты талант. Әділдік жеңіп, бұл жолы Джулия қызымыз мисс қосылайық 2024 иесі атанды. Желі қолданушылары жарыса жазды. Джулия, жарайсың. Таза, шынайы, әділ жеңсің, қайырлы, құтты болсын. Мисс деген атқа өзің ғана лайықты екеніңді дәлелдедің. Тіл көзден сақтасын. Қатысушылардың ішінен бір қолдаушы болмағанына қапа болдық. Бірақ Алла өзі қолдап сені сайыстың жеңімпазы атандырды. Аллаға сансыз шүкір бар, қазақтың қызы сендей болсын.